Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Гүлнара Жақсылыққызы, математика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі математика сабағымызда өтетін жаңа тақырыбымыз 134 көбейтеміз 5, 670 бөлеміз 5 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Осы сабақта бөліндінің бір рәзатын 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін үйренеміз. Кері амал алгоритмін танып білеміз. Енді осы сабақтың ең негізгі тақырыбы мұхиттар мен теңіздер. Балалар, мұхиттар туралы не білеміз? Жер шарында 4 мұхит бар. Олар Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және солтүстік мұзды мұхит бар. Ал енді жалпы теңіз туралы не білеміз? Теңізімізде Каспий теңізі бар, Арал теңізі бар, Жерорта теңізі бар және Балтық теңізі бар екен. Енді балалар, жазбаша көбейтудің қалай орындайтынын қарайық. Бізде қаламдарымызды аламыз, дәптерлерімізді аламыз, торкөз дәптердің ішінде 3 таңбалы санды толығымен жазамыз. Бізде бірінші көбейткіш 134. Екінші көбейткішіміз 5, ол бірліктердің астында жазылады. Бірліктерді көбейтеміз. 4-ке 5-ті көбейткенде бізде 20 болады. 22 ондық және 0 бірліктен. 0 бірлікті көбейтіндінің астына жазамыз. 2 ондықты есімізге сақтаймыз. Енді ондықтарды көбейтеміз. 3-ті көбейтеміз 5-ке, бізде 15 болады. Ойдағы 2 ондықты қосамыз, 17 ондық шығады. 1 жүздікті және 7 ондықты, 7-ні ондықтың астына жазамыз, 1 жүздікті есімізге сақтаймыз. Енді жүздіктерді көбейтеміз. 1 көбейтеміз 5-ке. Ойдағы 1 жүздікті қосамыз. 6 жүздік болады. 6 жүздікті астына жазамыз. Жауабы 670 болады. Ал балалар, жазбаша бөлудің қалай орындалғанын қарайық. Бөлінгіш бізде 670 бөлгіш 5. Бірінші толымсыз бөлінгіш 6 жүздік. Бөліндіде 3 цифр бар. Жүздік, ондық, бірлік болады. Жүздіктерді бөлеміз. 6-ны бөлеміз 5-ке. 1 болады. Қалдық 1 жүздік. 1-ді бөліндінің астына жазамыз. 5 пен 1-ді көбейтеміз. 5 болады. Жүздіктің астына 5-ті жазамыз. Астын сызамыз. 6-дан 5-ті азайтқанда 1 қалады. Қасына 7 ондықты түсіреміз. 17 ондық. 17 ондықты бөлеміз 5-ке. 3 болады. 3-ті бөліндінің астына жазамыз. 3 пен 5-ті көбейтеміз. 15 болады. 15-ті 17-нің астына жазамыз. Астын сызамыз, азайтамыз. 7-ден 5-ті азайтқанда 2 болады. 0 бірлікті 2 ондықтың қасына түсіреміз. 20 ондық болды. 20-ны бөлеміз 5-ке. Бізде 4 болады. 4-ті бөліндінің астына жазамыз. 4 пен тексереміз. 4 пен 5-ті көбейтеміз. Бізде 20 болады. 20-ның астына 20-ны жазып, астын сызып, азайтып, 20-дан 20-ны азайтқанда 0 болады. Жауабы 134. Ал балалар, бірінші тапсырмамыз бар бізде. Ойлан да тап. Сендерге мынандай тапсырма беріп тұрмын. Осы тапсырманы сіздер 3 таңбалы сандарды тауып аласыңдар да, осыған ұқсап ойлап жазасыздар. Дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Сандар бар не жерде. Осы сандарды пайдаланып, баған түрінде есептеп көрсете қойыңыздар. Сіздердің барлықтарында осы сандарды пайдаланып есеп шығара алады деп ойлаймын. Келесі тапсырмамызға кетейік балалар. Ал екінші тапсырма бойынша айтарым,
өрнектердің мәндерін тап, олардың мәнін өсу ретіне қарай атайық. Балалар, сабақтың басымызда айтып кеткен мұхиттар туралы айтқанбыз. Біздің жер шарында 4 мұхит бар деп айтқанбыз. Атлант мұхиты, солтүстік мұзды мұхиты, Тынық мұхиты, Үнді мұхиты. Осы 4 мұхитқа өрнектер берілген. Осы өрнектерді өсу ретімен есептеп шығарамыз. Ретін анықтаймыз. Ал балалар, есептеріміздің дұрыстығын тексерейік. Мына жерде Атлант мұхиты бізде 110. Одан кейін солтүстік мұхиты 60 екен бізде. Тынық мұхиты 170. Өрнектің мәндерін айтып тұрмын балалар. Үнді мұхиты 80. Енді арғырдай тағы тапсырмамыз бар. Осы тапсырмаға байланысты біздің тағы бір тапсырмамыз бар. Соны орындайық балалар. Ал осы тапсырмадағы ақиқат пікірлерін тап. Бізге 3 тапсырма беріліп тұр. Осы 3 тапсырманы дұрыстап мұқият орындап оқып алыңыздар. Бірінші, Тынық мұхит ең үлкен мұхит ақиқат па? Арғарда, Атлант мұхиты Үнді мұхитынан кіші ақиқат па? Солтүстік мұзды мұхит Үнді мұхитынан үлкен ақиқат па? Осы 3 мәліметті сіздер ақиқатын табасыңдар. Арғардай, сіздер тапты деп ойлаймын. Жауабы Тынық мұхит ең үлкен мұхит. Бұл ақиқат екен. Ал мына 2 жауабымыз жалған болып шықты. Негізгі тапсырмамыз осы тапсырманың ішіндегі ақиқат пікірлерін тауып алдық. Ал балалар, 3-ші тапсырмамыз бойынша қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр. Жалпы есеп құрастырылып тұр бізде. Ол кеме туралы. Біздің негізгі суретте кеме тұр. Осы кеме туралы. Бірінші кемеде 45 жолаушы бар. Екінші кемеде белгісіз 4 есе артық бірінші кемеден. Үшінші кемеде жалпы жолаушыларды білмейміз. Барлығы 3 кемеде 960 жолаушы бар екен. Шарты түсінікті болса, енді шешуін шығарамыз. Біріншіден, екінші кеменің сұрағы бойынша шығарамыз. 145 жолаушыны 4-ке көбейтеміз. 580 сан шықты. Ол екінші кемедегі жолаушылар. Енді арғардай шығарамыз. 3-ші кеменің жолаушыларын табуымыз керек. Сондықтан барлығы бізде 960 жолаушы бар. Одан азайтамыз. Жақшаның ішінде 145 бірінші кемедегі жолаушылармен екінші кемеден шыққан 580 жолаушыларды қосамыз жақшаның ішінде. Қосып барып 960-тен азайтамыз. Сонда бізде 235 жолаушы. Ал енді жауабын қараймыз. Жауабы 3-ші кемеде 235 жолаушы бар екен. Ал балалар, енді 4-ші тапсырмамыз бар. Төмендегі кесінділерді сыздайды. Енді сызғанда сендердің алдарында тұрған дәптерлерге қарындаш қаламдарыңды алып, сызғыштарыңды алып, міне есепті бірінші шығарып аламыз. Сол шыққан есептен сантиметр шығарып сызып аламыз. Бірінші ұзындығы 25 сантиметр кесіндінің 5-тен 1 бөлігі қанша болады? Екінші тапсырмада ұзындығы 12 сантиметр кесіндінің 3-тен 1 бөлігі қанша болады? Есептеп жазып аламыз, сол бойынша кесінді сызамыз. Ал балалар, енді тексеріп көрейік. Есебімізді қараймыз. Жаңа 25 сантиметрдің 5-тен 1 бөлігі 5 сантиметр болды.
5 сантиметр кесінді сызды деп ойлаймын сіздердің. Екінші тапсырмамызда 12-нің 3-тен 1 бөлігі 4 сантиметр болды. 4 сантиметр кесінді сызды деп ойлаймын сіздердің. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендердің барлықтарында есепті шығарып отыр деп ойлаймын. Сендерге көп рахмет. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің сүйікті шәкірттерім. Менің аты жөнім Абдыкадирова Маржан Ержанқызы. Мен сіздерге дүниетану пәнінен сабақ беремін. Бүгінгі алғашқы сабағымызға қош келдіңіздер. Іске сәттемекпін. Ал біздің тақырыбымыз алғашқы адамдардың қоныстары қашан және қайда пайда болған. Ал осы сабақта сен не үйренесің? Адамдардың қоныстануына табиғат жағдайларының қалай әсер ететінін оқып үйренесің. Алғашқы қоныстардың қашан және қалай пайда болғаны туралы білетін боласың. Ал енді балалар, жұмбақ шешіп көрейік. Жұмбақ шешуді жақсы көреміз әрине. Олай болса, зейін қойып оқып, және шешуін дұрыс табыңыздар. Аяғы жоқ, қолы жоқ, бірақ тыныш тұрмайды. Сақтамасаң қорын тек, барша тірлік қурайды. Бұл не екен балалар? Әрине, сіздер дұрыс айттыңыздар. Жұмбақтың шешуі су. Демек, су тіршілік көзі. Біздің бүгінгі дүниетанымымыздың ортақ тақырыбы су тіршілік көзі деп аталады. Сулы жер, нулы жер деп қазақ бекер айтпаған. Сусыз тіршілік жоқ. Ал енді картадағы су ресурстарына назар аударалық. Демек, табиғи су ресурстары теңіз, Каспий теңізі, Арал теңізі. Ал көлдерден айтатын болсақ, мысалы, Балқаш көлі, және сонымен бірге жасанды су қоймалары бар. Олар мысалы Алматыдағы су шаруашылық бассейні және Қапшағай су қоймасы деп аталады. Және Нұр-Сұлтан қаласындағы су шаруашылық бассейні бар. Ал енді табиғатта су айналымы қалай жүзеге асады? Демек, жер сулары ыстықта булана отырып көкке көтеріледі. Ал одан қайтадан су айналымы өзімізге жерге жаңбыр, жауын болып сіңеді. Осылай су айналымы жүріп жатады. Ал енді мына суреттерге өте зейін қойып қарайық балалар. Сұрақ: сенің ойыңша бұл жерлердің қайсысы адамдардың қоныстануына қолайлы болады және неліктен? Жақсылап ойланайық. Тағы да сұрақтар. Ертеде адамдар қандай жерлерде қоныстанған? Олар неге аймақтың оңтүстігі мен солтүстігін таңдаған? Не себепті адамдар өсімдіктер мен жануарлар мол жерлерді мекендеген? Ал енді осы сұрақтардың жауабын ойлана отырып, видеоға назар аударалық. Ерте тас дәуірі Қазақстан территориясында. Палеолит. Ерте төменгі палеолит. Біздің заманымызға дейінгі 2.500.140.000 жылдықтар. Адамның алғашқы еңбек құралдары тастан жасалған. Сондықтан да аса ұзаққа созылған алғашқы тарихи кезең тас дәуірі деп аталады. Тас дәуірі адамзат тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі. Бұл кезеңде адамның дамуы, икемі мен мінез құлқы, еңбек құралдарының жетілуі қалыптасты. Адамының Қазақстандағы іздері. Бүгінгі таңда Қазақстан жері Евразия құрлығындағы палеолит мәдениеті таралған орталықтың бірі болып саналады. Ғалымдардың пікірі бойынша Қазақстанға ежелгі адамдар шамамен бұдан 1 миллион жыл бұрын Европа мен Азиядан келіп қоныстанған. Олар өмір сүрген уақыты жағынан алғанда Петекантроптың замандастар еді. Мұны Қазақстанның оңтүстігіндегі Қаратау жотасы мен Арыстанды өзенінің бойынан табылған сол заманның тас құралдары дәлелдейді. Өлкедегі ежелгі адамдардың қоныстануына қолайлы жердің бірі оңтүстік Қазақстан аумағындағы Қаратау жотасы болды. 1958 жылы белгілі археолог Хасен Алпысбаев оңтүстік Қазақстаннан Тараз қаласы маңындағы Қаратау жотасынан тас ғасыры адамының көптеген тұрақтарын тапты. Олардың ең бастылары ерте палеолиттік
бөрі қазған және тәңір қазған тұрақтары. Видеоны тамашалап түсінген болсақ, демек адам баласына ежелде ата-бабаларымыз қолайлы жерлерді іздеп тапқан. Ол қолайлы жерлерді жаңа видеодан тамашаладыңыздар, тас дәуірінен бастап, қай жерден бастаған. Адамзат ең алғашқы, сондай болжам бар, адамзат Африкада пайда болған деп. Ал біздің ежелгі ата-бабаларымыз Сақ, ата-бабаларымыз одан кейін Үйсін, Қаңлы деген рулар, тайпаларға бөлінген. Ал олар біздің Қазақстанның оңтүстік өңірлерін мекендеген. Не себепті? Себебі ол жердің климаты адамға өте қолайлы болды. Және сол кезде өндіріс дамымағандықтан адамдар күнкөріс жағдайында өздеріне 4 түлік малды қолданып, және өсімдік егін шаруашылықтармен шұғылданып өмір сүрген. Ал енді мынау картаға назар аударайық. Жетісу мен оңтүстік өңірдегі көне қалаларды картадан көрсетіңіз. Ежелгі адамдар осы өңірде пайда болу себебін түсіндіріңіз дейді. Жаңа видеода да айтылып кетілді, және қосымша сіздің оқулығыңызда да бар, оқып алуыңызға болады. Енді мен мына жерде таныстырып кеткім келіп отыр. Мына картада шартты белгілер бар, иә? Мысалы, мына көк түсті Қазақстан Республикасының қазіргі шекаралары болып есептелсе, ал енді мына қызыл түсті бұл Ұлы Жібек жолы. Ұлы Жібек жолы 2-ші ғасырларда пайда болды. Ол не? Ұлы Жібек жолы деген сауда саттық керуені. Ол Шығыс Қытайдан басталып, Орта Азияға дейін келіп, Шығысқа дейін жалғасып жатқан. Ежелде ата-бабаларымыз сауда саттықпен айналысып, тіршіліктерін көрген. Мына сызықтар сол елді мекендерден айналып сауда саттық жасалған. Қызыл сызықтарымыз Ұлы Жібек жолын көрсетеді. Ал енді мына жерде көк нүктелерді көріп тұрсыздар. Бұл көк нүктелер суармалы егіншілік аудандарын көрсетеді. Олар әсіресе қай жерде шоғырланды? Тараз, Қаратау, Түркістан, Шымкент деген өңірлерде адамдар сол кезде егіншілікпен айналысты. Ал енді мына шартты белгіні қарайтын болсақ, қызыл нүктелер бұл бау-бақшаны білдіреді. Әсіресе бау-бақша Алматы өңірінде болған екен. Ал енді Жетісуға мен кішкене назар аударғым келіп отыр. Жетісу жер жанаты дейді. Не себепті? Себебі Жетісу өңірі тарихқа өте бай. Ол жерде ежелгі ата-бабаларымыз бірінші сақтар, одан кейін үйсіндер, одан кейін қаңлылар мекен еткен болатын. Оларды археологиялық ғылымдар тастардан, шартты белгілер арқылы қазбалардан тауып зерттеген. Және Жетісу не себепті мағынасына назар аударатын болсақ, неге Жетісу деп аталған? Көптеген ғалымдар айтады, ол жеті өзенді, көлді біріктірген үшін дейді. Ал кейбір географтар айтады, ол Жетісу деп аталғаны Жетісу өңірінде өзен көлдердің көп болғандығынан, және қазақта 7 саны келі болғандықтан Жетісу деп аталып кеткен деп болжам жасайды. Ал енді балалар, сонымен практикалық жұмысқа назар аударайық. Жұмыс дәптерлеріңіз бар, және қосымша өздеріңіздің жай дәптерлеріңізді алып та жұмыс жасасаңыздар болады. Демек, мына жерді қарайтын болсақ, жер су атауларын сәйкестендіру қажет. Жақсылап мән берейік, оқиық және сәйкестендірейік. Болдық қой балалар, олай болса, өзімізді тексерейік. Демек оқимыз. Жеті су, ала көл, ыстық көл, ала тау, сары ағаш, сыр дария, талды қорған, қызыл орда. Өте тамаша. Ал енді келесі тапсырмамыз балалар. Сөздерді өз атауларына сәйкес 2 топқа бөліп жаз. Демек, бұл жерде сөздер аралас келеді, жерді мекендердің атаулары және өзен, су, көлдердің атаулары араласып келеді де, соны 2 топқа бөліп жазуымыз тиіс. Демек, Алакөл, Сарыағаш, Ыстықкөл, Көкшетау, Екібастұз, Сырдария, Балқаш, Арал, Есіл, Тараз, Ертіс, Түркістан, Каспий, Іле, Сарысу, Алматы, Орал, Жезқазған, Қарасаз.
Ал топтастырып жаздық па балалар? Олай болса өз жауабымызды тексерейік, дұрыс па, жоқ па? Демек, өз жауаптарыңызды сәйкестендіріп, тексеріп көрулеріңізге болады. Өте жақсы. Сіздердің де жауаптарыңыз осыға жауаптарға сәйкес келеді деп ойлаймын. Ал енді біздің келесі тапсырмамыз, 4-ші тапсырмамыз, біздің контур карталар болады. Егер болмаса, оны өздеріңіз сатып алуларыңызға болады. Үйде сол контур карта арқылы үй тапсырмасы ретінде де алсаңыздар болады. Егер өздеріңіздің қолдарыңызда болса, дәл қазір орындауға да болады. Демек, контур карта арқылы Жетісу мен Оңтүстік өңірдегі жаңа атап кеткен көне қалаларды белгілейсіздер. Ол қалай болады? Міне, Қазақстанның картасының контуры, сызбасы. Демек, мына Оңтүстік өңірі, ал қайсы қалалар? Соларды белгілеп және бояп қоюға болады. Сонда мынандай жағдай болады. Демек, Алматы, Тараз, Қаратау, Шымкент, Түркістан. Жарайсыздар, балалар. Ал енді бүгін қандай жетістікке жеттік? Сол бойынша дескрипторлармен өзімізді бағалап шығайық, балалар. Ежелгі адамдардың оңтүстік өңірде пайда болу себебін түсіндіре аламын. 1 ұпай. Жер-су атауларын сәйкестендіремін. 1 ұпай. Жер-су атауларын ажырата аламын. 1 ұпай. Картамен жұмыс істей аламын. 1 ұпай. Жалпы 4 тапсырма 4 ұпай. Ал осымен балалар сабағымызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар. 4-сынып оқушы